Қайырлы күн, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай медовый тортын пісіретін боламыз. Біздің қамырымыз оқтаусыз, сүйек қамырдан жасалынатын болғандықтан, дастарханға сразу кесіп қоя берулеріңізге болады. Ең алдымен бөлек ыдысымызға әселімізді және үстіне сары майымызды салып, отта қыздырып аламыз. Сары майымыз ерігесін, оның үстінен 1 чайна ложка содамызды салып, 2 минуттай отта тұрады. Майымыз, әселіміз қызарғаннан кейін оттан шешеміз. Бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, оның үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз, біркелкі масса болғанша. Рецепті міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын, сол жерден қарайсыздар. Енді жұмыртқалы массамыздың үстінен жаңадегі әсел қосылған массамызды екеуін бір-бірлеп араластырамыз. Оның үстінен ұнымызды салып, азыздан салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Енді пергаментімізге өзімізге керек диаметрді сызып аламыз. Мендегі диаметр 24 сантиметр. Осылай пергаментімізге сызып аламыз. Сызылған пергаментімізді теріс қаратып, қамырымызды жаятын боламыз. Ручкамыздың ізі түсіп қалмау үшін. Осылай 3 ас қасықтан салып, 3 үлкен корж пісіріп алдым. Пешімізді осы уақытта қыздырып қоямыз. 180 градуста 12 минутта пісіп шығады. Міне біздің осымен корждарымыз пісіп шықты. Корждарымыз өте жұмсақ, сынбайды. Және осылай өзімізге керек мөлшерде кесіп аламыз. Шетін тастамаймыз, шетін бетіне үгітуге алып қаламыз. Креміне қаймақ және қант ұнтағын пайдаландым. Осылай крем корж етіп тортымызды жинап шығамыз. Осылай корждарымызды жинап болғасын, шетінен қалған коржымызды бетіне үгітіп, әсемдеп шығатын боламыз. Достар, егер де менің видеом ұнаған болса, каналым қызық болса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.